Барша қазақстандықтар назар аударсын. Сәлеметсіз бе, көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғашқы қатарынан біліңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. Шілде айында орай қандай болады? 2025 жылдың шілде айында Қазақстан көп бөлігінде температура қалыптыдан жоғары деңгейде болады. Бұл туралы Қазгидрометтің айлық консультативті болжамында көрсетілген. Айдың бірінші онкүндігінен бастап республикамыз оңтүстік-батысында 40 градустан асатын аптап ыстық байқалады. Орташа температура метеорологтар мәліметінше жылды айында еліміздің батысында облыстарда Батыс Қазақстан, Атырау, Маңғыстау өңірлерінде, сондай-ақ Түркістан, Қызылорда, Жамбыл және Алматы облыстарының оңтүстік бөліктерінде ауа температурасы қалыптыдан +1 градусқа жоғары болады. Еліміздің қалған аумақтарында орташа температура +18-25 градус шамасында, ал шығыс пен оңтүстік-шығыс таулы өңірлерінде +14-17 градус деңгейінде болады. Жауын-шашын мөлшері. Шілде айында жауын-шашынның таралуы өңірлерге қарай қатты ерекшеленеді. Солтүстік пен шығыс облыстарда жаңбыр мөлшері нормадан жоғары күтілсе, оңтүстік пен батыс өңірлерде керісінше жауын-шашын мөлшері аз болады. Мысалы, Қызылорда облысында жауын-шашын мөлшері небәрі 3-8 мм шамасында болады. Атмосфералық құбылыстар. Көптеген аумақтарда шілде бойы найзағай, өткінші жаңбыр, күшті жел, кей жерлерде бұршақ пен шаңды дауыл болжануда. Әсіресе Атырау, Маңғыстау, Қызылорда, Түркістан және Жамбыл облыстарында ауа райы күрт өзгеруі мүмкін. Жалпы болжам. Қорытынды айтқанда, 2025 жылы шілде айы Қазақстанның көп бөлігінде ыстық әрі құрғақ болады. Бұл ауыл шаруашылығына әсер етуі мүмкін. Сондықтан мамандар аграрлық сектордағы жұмысшыларға суаруға, егісті қорғауға алдын ала дайын болуға шақырады. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басу, жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.